Сондай-ақ осы күні түс қайта Тараз қаласындағы бағдаршамдар, жол белгілері, жарықтандыру, жол қозғалысы мәселелері бойынша жиын өтті. Онда күн тәртібіндегі мәселе бойынша қала әкімі Қайрат Досаев баяндама жасады. Бүгінде облыс орталығында барлығы 1330 даңғыл көше бұрылыс болса, оның 39% асфальт бетонды жолдар, қалғаны шағал топырақты көшелер. Айта кету керек, өткен жылы бұл бағытта 500 миллион теңге бөлінсе, ағымдағы жылы 2,1 миллиард теңге қарастырылған. Оның 1 миллиард теңгесі қалалық бюджетке, 1,1 миллиард теңгесі облыстық қазынаға тиесілі. Асқар Исабекұлы қала ішіндегі жолдардың сапасы шын мәнінде сын көтермейтінін ашық айтты. Тұрғындар тарапынан да көтеріліп отырған басты мәселелердің бірі осы екенін жеткізіп, бұл бағыттағы жұмыстарды күшейтіп, тиісті көрсеткішті жақсарту керектігін тапсырды. Сонымен қатар қаладағы орынсыз орналасқан бағдаршамдар мен жол белгілерінің олқылықтарын жіпке тізгендей атап көрсеткен өңір басшысы, бұл мәселелердің бұған дейін сан рет көтеріліп, нақты тапсырмалар берілгенімен еш нәтиже шықпағанына қынжылыс танытты. Бұл бойынша жауапты басшыларға соңғы рет ескерту жасап, 10 күн уақыт беріп, тапсырмалар хаттамаға енгізілді. Ол ғана емес, басқосуда Тараз қаласының оңтүстік айналма жол және қаладағы жол жөндеу жұмыстарының барысы да кеңінен сараланды. Аймақ басшысы алда облыстың 80 жылдық мерейтой келе жатқан тілге тиек етіп, барлық жұмыстар оған дейін тиянақты түрде тындырылу қажеттілігіне назар аудартты. Аят Асқарбекұлы, Жанғазы Ахмет, Марат Таубаев, Жеті Ньюс.